Пайғамбар екеуінің қиын жайын көріп, көзіне жас алды да, менің үмбетім де қияметте осылай азапталама деп сұрады. Мәлік періште, әлбетте, тамұқтың дариясына түспеу үшін үмбетің зинадан тыйылсын. Кім зинадан тыйылмаса, мақшарда әбілет пен тәбілеттің қауымынан болады. Бұдан да ауыр азап тартады деді. Я Аллах, үмбетімді бұл дарияға тастама деді. Пайғамбар дариядан өтіп еді, алдынан жарты денелі адамдар шықты. Ерлердің сол жағы, әйелдердің оң жақ бөлігі жоқ. Бір аяқпен секектеп жүр. Оларды көк түсті періштелер оттан өрілген қамшымен сабап қуалап жүр екен. Жалғыз аяқпен тұра алмай, шоқтың үстіне құлап жатыр. Құлаған сайын денесі шоққа шыжғырылып шыңғыра береді. Мәлік періште, бұлар сүйіп қосылған ерлі зайыптылар. Алла оларға бақыт сыйлап бала берді. Бірақ бұлар адал некені талақ етіп, бейкүнә сәбиді жетім қылды. Бір-бірінің көзіне шөп салды, зина жасады, ажырасты. Пәниде бірінің қадірін бірі білмесе, о дүниеде сүйенетін сүйеніш таппай, жарты дене кейпінде тіріледі. Барша адамның алдында абыройы ашылып масқараға қалады. Сабап жүрген көк түсі періштелер қараусыз қалған сәбилерінің көз жасы. Алла оларды періштеге айналдырып, өздерін осылай сабатып қойды деді. Пайғамбар дұға етіп, я Алла, менің үмбетімді ажырасудан, зинадан, талақ етушілерден сақта деп тіледі. Пайғамбар одан ары өтіп еді, бір қауым елді көрді. Ол жерде қарты бар, жасы бар, әйелі мен ері бар, барлығы араласып жүр екен. Олардың желкелерін тесіп қойыпты. Сол тесіктен бір шыбын ұшып шығып, лезде үлкейіп жылан болды. Жылан айдаһарға айналып, адамның өзіне атылды. Адам оны көріп қашпақ болды. Аждаһа тырнағымен іліп алып, оларды шайнап тастады. Адамдар шыңғырып бақырып жатыр. Пайғамбар Мәліктен, бұлар неге аждаһаға таланып жатыр деді. Кәрісі Құдайға, жасы әке-шешесіне тілі тигендер. Ерін күтпеген әйелдер, адал жарды ұрып қорлаған еркектер. Құдай олардың желкесін ойып, одан айдаһар шығарды. Пәнидегі кесір сөздері аждаһаға айналып, өздерін жұлмалап жейді. Пайғамбар, ей ұлық Алла, менің үмбетімнің жүрегіне сұлулық пен сабыр бер, тілдерінен шәрбат шығар, олар бір-біріне жұмсақ сөйлесін деді. Пайғамбар ілгері жүріп еді, сұрықсыз бір топ адамды көрді. Аузарында бір тіс жоқ, құлақтары жырық, мұрындары пұшық, көздері қысық, қол аяғы шидей жіңішке, бірақ қарындары қампиған. Өз бетінше жүре алмайды, тырнақтары сояудай, жез тырнақтың кейпіне енген, шаштары да алба-жұлба. Пайғамбар шошып кетті. Бұлар кімдер деп сұрады. Мәлік, бұлар өмірде ата-анасын ренжітіп, Құдайдың рахымынан құр қалғандар. Кім қартайған ата-анасын бақпай қараусыз қалдырса, қияметте ұсқынсыз бейнеде тіріледі деді. Ата-анасын бақпаған сұрықсыздар менің үмбетімнен болмасын деп дұға қылды. Бір кезде бір топ қыз келіншекті көрді. Олардың үстінде лыпа жоқ. Олар пайғамбарды көргенде ұяттан өртеніп, бірінің артына бірі тығылып, әуреттерін қолмен жауып әуре. Пайғамбар, мына әйелдер неге жалаңаш деп сұрады. Жебірейіл, я Расулалла, бұлар жезөкшелер. О дүниеде күллі адам баласы олардың бетіне түкіреді. Олар ұяттан әке-шешелерін, аға-інілерін, туған-туыстарын көргенде кірерге есік, тығыларға тесік таппай жер болады. Ұяттың азабы оларды осылай мәңгі бақи азаптайды деді. Пайғамбар оларға тоқтамай өтіп кетті. Пайғамбар тозақта басын қорғалап қашып жүрген бір топ адамды тағы да көрді. Періштелер оларды шоқпармен сабап жүр. Жебірейіл, бұлар
malынан зекет бермеген қайырсыз байлар деді. Енді бір үйлер отқа оранып жанып жатты. Жанған үйдің айналасына темір тікендер төселген. Ішіндегі адамдар күйіп шыңғырады. Шыдамай сыртқа шықса, тікенді басып қайта қашады. Жебірейіл: бұлар ел жұртты мазақтап, әжуалаған сайық мазақтар деді. Енді біреулер жүк арқалап алыпты. Ауыр жүктен мыжылып, ентігіп еңбектейді. Жебірейіл: аманатқа қиянат қылып, бөтеннің заты мен мүлкін рұқсатсыз иеленгендер осындай күй кешеді деді. Тағы да бір топқа кезікті. Періштелер олардың тілдерін оттан жасалған қысқашпен тартып, қысып қинап жатыр. Әкім қараларды өтірік мақтап жағынғандардың жазасы осы, деді Жебірейіл. Пайғамбар: Алла сақтасын деп жүре берді. Бір кезде өз еттерін жеп отырған жыртқыш қауымды көрді. Жебірейіл: бұлар өмір бойы жақсы адамның сыртынан ғайбат айтқандар деді. Бір пенделер қанмен іріңішіп отыр. Арақ шарапқа құмар болғандар енді шөлдерін осылай ғана қандырады деді. Тілдері желкесінен шыққан доңыз бейнесіндегі адамдар да жүрді. Бұлар сотта жалған куә болғандар. Тірісінде ағайын туыс, дос жақындарының сойылын соғып, сотта жалған куәлік берген. Ақшаға сатылып, жазықсыз кісілерді соттауға жәрдем берген жауыздар, деді періште. Тағы бір адамдарға қараса, аяқтарына бұғау салыныпты. Бұлар парақорлар, билігін жеке мақсатына пайдаланып, пара алудан қолы босамаған, деді періште. Біреулер от пышақпен бауыз алып азап шегіп жатыр. Бұлар нақақтан қан төккен қаншерлер, деді періште. Пайғамбар тозақты одан әрі аралауға дәті шыдамады. Жүрегі ауырып: «Я Алла, менің үмбетімді бұлай қорлама», деп сәждеге бас қойды. Ұзақ жатып тамұқтағы адамдардың кешілуін тіледі. Бір уақытта кейін қайтуға ыңғайланып еді. Мәлік періште: «Я Алланың елшісі, сен бір тозақтың кішкене бөлігін аралап сұмдығын көрдің. Әлі алда 6 тозақ бар», деді. Пайғамбар: «Алла ол тозақты маған да, үмбетіме де көрсетпесін», деді де Мәлікпен қош айтысты. Пайғамбар одан әрі жүріп еді, алдынан жасыл түсті періште шығып сәлем берді. Пайғамбар бірінші рет айрықша сұлу періштені көрді. Жебірейіл: «Ей досым, бұл 8 жәннаттың күзетшісі Раузан періште», деп таныстырды. Раузан: «Ва Алланың сүйікті хабибі, сені көру бізге арман ет. 8 жәннаттың төбесіне «Ла илаха иллалла, Мұхаммаду Расулулла» деген жазуды көргеннен ақ, жәннат сенің нұрыңнан жаралғанын білгеннен кейін есіл дертіміз сенсің. Құдай сәтін салып, бүгін дидарластық, деді ол. Пайғамбар: «Жұмаққа кіріп көрсем бола ма?» деп сұрады. «Болады», деді Раузан. Періште жол бастады. Пейіштің хош иісі жан дүниесін баурап алды. Нұры ішке жетелей жөнелді. Пайғамбар бісміллә деп жәннатқа кіргенде, оның табалдырығы мен босағасы дірілдеп тұрды. Пайғамбар түсінбей тұрып қалды. Раузан: «Ей Алланың сүйікті досы, жұмақтың босағасы да, табалдырығы да сені көріп езіліп жылап тұр. Сарғайған сағынышын солыққан мауқын басып жатыр», деді. Пайғамбар да көзіне жас алып, жәннаттың босағасын сипады да: «Я Алла, осы табалдырық пен босағадан менің үмбетімнің көптеп кіруіне бір өзің жар бола көр. Менің көрген жұмағымды олар да көріп, осы жерден жай тапсын», деп бетін сипады. Сосын Раузанға: «Бұл табалдырық пен босаға менен басқа да адамды сағына ма?» деп сұрады. Раузан: «Әлбетте, әрбір демінде Алланы есінен шығармаған хас тақуаларды бір көруге ынтық. Олар келгенде де осылай бір күрсініп, бір жылап сағынышын баса алмай тұрады», деді. Пайғамбар: «Жәннат сағынатын үмметім көп болсын», деп тіледі де пейішке кіріп кетті.